Жасы 70-ке жақындаған Орынгүл апа бүкіл өмірін ауылда өткізді. Жастық шағында ертелі кеш аянбай еңбек еткен ол, өзіне және жақындарына арнап берекелі өмір құруды армандаған еді. Бірақ бұл арман өзі қалағандай орындалмай-ақ қойды. 40 жасқа келгенде әйел өзі жалғыз қалғанын сезінді. Жұмыспен әуре болғандықтан жеке өміріне назар аударуға мүмкіндігі болмады. Ауылдағы жігіттердің көбі үйленіп кеткен немесе жаман әдеттеріне беріліп, ішімдікке салынған болатын. Бірақ бір күні оның тағдырына Талғат атты жігіттің пайда болуы өмірін өзгертті. Олар бірге жұмыс істеді. Бір-біріне көңіл қойып бас қосты. Алайда бұл қатынас қиындықтарсыз болмады. Талғаттың өмірі бей-берекет еді. Ол жиі ішіп кетіп, әйелінің төзімін таусатын. Орынгүл оны жақсы көріп, болашаққа сенімді қарауға тырысты. Кешірімді болды. Дегенмен оның үміті ақталмады. Бір күні Талғат ішімдіктің әсерінен болар, аяқ астынан жаман дертке шалдықты. Орынгүл күйеуінен қатты көңілі қалса да, оны емдеу үшін барын жасады. Бірақ қолынан ештеңе келмеді. Талғат дертін жеңе алмай, ол дүниелік болды. Бұл кезде Орынгүлдің аяғы ауыр болатын. Оның маңдайына жалғызбасты ана болу бұйырыпты. Балам өмірге келсе, бәрі өзгерер, өміріме шуақ енер деп үміттенген еді. Алайда ол да оңай болмады. Баласын жалғыз өсіру, тәрбиесімен шұғылдану әжептәуір қиындық туғызды. Баласын жұмысына арқалап апарып жүріп өсірді. Ұлы өскен сайын басқа да ауыртпалықтары бой көрсете бастады. Қаржылай бір қиналса, бала тәрбиесі тағы да басын ауыртты. Ермек есімді ұлы кішкентайынан қыңыр мінез көрсетіп, анасына әжептәуір мәселе тудыратын. Бала мектепке барғанда, оның мінезі бірден байқалып, ұстаздар мен көршілері оған қатысты жиі шағымданатын. Орынгүл ұлын қалайда түзу жолға салуға тырысып, оны дұрыс өмір сүруге бағыттайтын. Бірақ ұлы оны тыңдамай, жанын ауыртатын. Өмір Орынгүлге көп сынақтар дайындап қойыпты. Ермек ер жеткен соң, жұмыс іздеп солтүстікке бет алды. Ауылда қалған Орынгүл ұлының қайта ораларына үміт артқанымен, оның қайда екені жайлы еш хабар ала алмады. Жылдар өтіп жатса да, ұлын іздеуге барлық мүмкіндіктерді пайдалана берді. Газеттерге хабарландырулар беріп, ауруханалар мен жұмыс орындарына сұрау салуын тоқтатпайтын. Бірақ нәтиже болмады. Ұлын уайымдап сағынған Орынгүлдің ішқұсалықпен өмірі өтіп жатты. Көзі талып жол қарай бергендіктен көзінің қарашығынан айырылып, уақыт өте жанары қараңғылықтың құшағына еніп соқыр атанды. Бірақ өмірдің осы соққылары мен ауыртпалықтарына қарамастан, оның адал серігі, Ақтөс атты үлкен ит оның жанынан бір иелік етпеді. Ақтөс оған жұбаныш, қамқоршы, әрі дос болды. Жұрттың бәрі қаладан көшіп жатқанда, Орынгүл өзінің туған жерінде қалуды жөн көрді. Күндердің бірінде жас пошташы Мәриям есімді қыз келді. Ол Орынгүлдің үйіне жиі келіп, қол ұшын беріп тұрды. Азық түлік әкеліп, үй шаруасына көмектесіп, дауыстап кітап оқып беретін. Орынгүл үшін бұл қолдаушының келуі әлемнің ең үлкен сыйы сияқты болды. Бір күні көршісі Зылиха үйге кіріп, алаңдаушылықпен: "Орынгүл, абайлашы. Риэлторлар келіп, бізді бақылап жүр", деді. Орынгүл түсінбей, қорқынышпен: "Олар не істемекші? Неге біздің үйге келіп жүр?" деп сұрады. Зылиха алаңдап жауап берді: "Олар жаңа саяжайлар немесе демалыс үйлерін салмақшы. Не болса да сақ болшы. Егер бірдеңе болса, мен баламды жіберемін. Үйіңнен айырылып қалма. Ешқандай қағазға қол қойма", деп ескертіп кетті. Орынгүл өзінің үйін сатуға ешқашан ниеттенбегенін қатаң түрде айтып, бұл мәселеге қарсы тұра алды. "Мен бұл үйді сатпаймын. Мен осы жерде дүниеге келдім, осы жерде өлемін. Қиындықтар мен үшін енді қажет емес", деп байыппен мәлімдеді. Риэлторлар біраз әуреге салып жүріп, кейіннен жоқ болып кетті. Біраз уақыт өткен соң, бір күні есікті біреу келіп қақты.
Орынкүл сол сәтте есік жаққа үреймен басын бұрды. Көзі көрмей, тек естіген дыбыстары арқылы өмір сүретін ол, есіктің артында кім тұрғанын біле алмады. Орынкүлдің жүрегі дір ете түсті, бірақ әлсіреп бара жатқан батылдығын жинап, дауыстап: "Бұл кім?" деп сұрады. Бірақ жауап болмады. Үнсіздік жайлаған үйде тек тыныс алу мен жүрек соғысы ғана естілді. Орынкүл сәл ойланып тұрып қайта сұрады: "Бұл кім?" Жауап жоқ. Қорқыныш жүрегін қатты қысып, Орынкүл сыпырғышты қолына алды. Құрылысшылар болар деп, оларды қуып шығуға дайын тұрды. Бірақ есікті ашқанда күтпеген даусы естілді. "Мен сіздің ұлыңыз боламын, анашым", дейді бір жігіт. Бұл дауыс Орынкүлдің жүрегін төңкеріп тастап, құлап қала жаздады. Есікке сүйенген күйі: "Ермек", деп дауыстап жіберді ол. "Сен осы уақытқа дейін қайда болдың? Қайда жоғалып кеттің, тентегім? Неге бір хабарыңды бермедің осы уақытқа дейін? Не өлі, не тірі екеніңді біле алмай өзім де әбден ішқұса болып өлудің алдында жүрмін. Жолыңа қарай көзім талып соқыр болдым міне. Құлыным, тентегім. Хабар ошарсыз кететіндей мұншалықты ессіз емес едің ғой", дей берді. Орынкүл ұлын көзімен көре алмай, бірақ қолымен оның бетін, шашын сипап көріп, таңғажайып сезімдерге батып шүкіршілігін айта берді. Онымен қайта кездескеніне сенбеген ол, жүрегі терең толқыныспен бірге дүрсілдеп тұрды. "Анашым, сен мені мүлдем көрмей тұрсың ба?" деді ұлы Ермек, оның даусында күдік пен қаттылық бар еді. Орынкүл ұлын ұзақ уақыт көрмегендіктен, оның даусының өзгергенін бірден сезді. Ұзақ уақыт бойы Ермекті көрмесе де, ұлының бұрынғы батыл әрі сенімді мінезі оның жүрегінде қалып қойған еді. Ермек жоғалған жылдарында не көргені мен қандай қиындықтарға тап болғаны туралы айтып берді. "Мен қиындықтарға тап болдым. Бастықтар мені қиын жағдайға қалдырды, айналамдағы адамдар да көмектеспеді. Ол жер шалғай, алыс еді. Жетіп шығу үшін көп күш жұмсадым. Бірақ енді бәрі артта қалды. Мен үйге оралдым, енді ешқайда кетпеймін. Сіздің жаныңызда боламын, анашым", деді жігіт. Орынкүл ұлының оралуына қуанды, бірақ көп ұзамай оның мінезінің өзгергенін сезді. Өзін өте салқын ұстайды. Ашылып ештеңе айтпайды. Ермек бірдеңені жасырғандай әлдекімдермен күбірлесіп, үй туралы әңгіме айтатын. Үйге белгісіз біреулерді әкеліп, құрылыс жайында Орынкүл түсінбейтін әңгімелер айтып жүр. Үйдің жөндеуі туралы әңгімелесіп жатқан болар деп ойлағанмен, бұл жағдай оны қатты күйзелтті. Бірде ол: "Не істерімді білмеймін, ұлым мені мүлдем елемейді, сөйлеспейді менімен. Мен бармын ба, жоқпын ба, бәрібір оған. Менің ұлым басқа адамға айналып кеткен сияқты", деп шынын айтты бірде пошташы қыз Мәриямға. Мәриям оған сабыр сақтауға кеңес берді. "Оның жылдар бойы басынан не өткенін түсінбейміз, бірақ сабырлы болыңыз. Онымен сөйлесіңіз, түсінуге тырысыңыз. Бірақ бұл уақыт пен сезімдерді қажет етеді. Есіңізде болсын, бәрі бірден түзелмейді, бірақ ең бастысы үмітті жоғалтпаңыз", деп жұбатты. Орынкүл бұл кеңесті қабылдап, баласымен ашық сөйлесуге бел буды. Бірақ Ермек оның сөздеріне дөрекі түрде жауап берді. "Сіз менің осы уақытқа дейін қалай өмір сүргенімді білмейсіз", деп ашуланды. "Иә, мен өзгердім, ал не? Мен қазір ересек адаммын. Неге менің жеке шаруама араласып жатырсыз? Мұрныңызды сұғып, жөнді-жөнсіз әр нәрсені сұрай бермеңізші менен", деді зіркілдеп. Орынкүл оған көмек көрсетуге тырысатын, бірақ Ермек оған деген мейірімділік пен түсіністік көрсетпеді. Оның мінезі қатайып, бұрынғы жұмсақтық пен ашықтықтан ештеңе қалмапты. Көзі көрмегендіктен Орынкүл тек сезімдерімен ғана жол табуға тырысатын. Болжамдары жалған болып шықты. Ауылда ешкім Ермек туралы ештеңе естімеген. Бұл адам шынымен де оның ұлы ма, әлде бөтен біреу болды ма?
Орынкүл бұл сұрақтарға жауап таба алмай, күмән мен қорқыныш ортасында күндері өтіп жатты. Жүрегінде күрес жүріп жатты. Ол бұл жағдайда ашық айтуға қорықты. Ұзақ жылдар бойы баласына деген махаббат пен сенім оны сақтап келгендей еді. Күдігін Ермекке ашық жеткізейін десе, мені алжыған деп жындыханаға өткізіп, масқарамды шығарса ше деп те қорықты. Орынкүл Ермекпен сөйлескенде оның көп сұрақтарынан жалтарғанын байқады. Баласы оны әрдайым өзінің ісінен алшақ ұстайтын. Балам, шырағым, сен менен не жасырып жүрсің? Мүмкін, қалыңдық таптың ба? Маған айтсаңшы, мен де білейін, деді ол бірде тағы да. Ермек салқын жауап берді. Сіз, анашым, менің шаруама араласпаңыз. Сіз ештеңе көрмейсіз, түсінбейсіз, бірақ мен бәрін саналы түрде жасап жүрмін. Мен не істесем де өзім үшін дұрыс жасап жатырмын. Менің істеріме араласпаңыз, әйтпесе сіз ауруханаға түсіп қаласыз, немесе үйден айырыласыз, деді. Бұл сөздер Орынкүлдің жүрегіне қорқыныш ұялатты. Ол өзін жалғыз сезінді. Оған ешкім көмектеспейтінін түсінді, ал оның күш-қуаты тек уайым мен ауыртпалыққа толы еді. Ол үнсіз қалды. Өзінің дәрменсіздігін сезініп, бұл жағдайдан қалай шығу керектігін білмей қиналды. Оның жалғыз сенер адамы Мәриям ғана болатын. Мәриям, кемпірдің ауыр жағдайын түсініп, шын жүректен жанашырлық танытатын. Мен не істерімді білмеймін деп ашық айтты Орынкүл, онымен жалғыз қалуға қорқамын. Мен ештеңе көрмеймін, оған қарсы тұра алмаймын. Ол менің ұлым емес сияқты. Ермегім ақылды, қайратты тентек еді, қанша бұзық болса да анасымен ешқашан бұлай сөйлеспес еді. Шынымен де үйде жүрген жігіт менің ұлым ба? Деген күдігін жасырмады. Мәриям ақырын оған жауап берді. Маған оның ескі фотосуреттерін беріңіз, мен оларды салыстырып көрейін деп еді. Орынкүл басын шайқап. Мен оларды тапқым келді, бірақ Ермек бәрін өртеп жібергенін айтты. Сарайды тазалап жүріп, отбасылық альбомды өртеп жіберіпті. Содан кейін мен шкафтан да сол суреттерді таппадым, бәрі төңкеріліп, заттар өз орындарынан жылжып кеткен сияқты, деді. Бұл жағдай Орынкүлдің жүрегіне ауыр жүк болып түсті. Әрбір сөзі мен әрбір ісі сол күдік пен қорқынышты арттырды. Солай өз күдігімен арпалысып отырғанда Орынкүлдің телефонының дауысы шыр ете қалды. Беймәлім нөмірден келген қоңырау оны одан сайын қобалжытты. Мәриям сол жерде болғандықтан бәрін естіді. Сізді учаскелік полиция қызметкері мазалап тұр, деді телефонның ар жағындағы үн. Не болды? Ермек бірдеңе бүлдірді ме? Деп Орынкүл алаңдай бастады. Жоқ, бірақ әңгіме шұғыл. Тез келіңіз, деп жауап берді полиция қызметкері. Мәриям көп ойланбастан Орынкүлді учаскеге алып баруға шешім қабылдады. Жол бойы кемпірдің жүрегінде түрлі ойлар қаптап жатты. Не болғанын, не айтылатынын алдын ала болжау мүмкін емес еді. Ақыры учаскеге жеткен соң, оларды таңғаларлық әрі жан түршігерлік жаңалық күтіп тұрды. Орынкүлдің ұлына ұқсайтын жас жігіт солтүстіктен табылыпты, қылмыскерлердің қолында құлдықта болған екен. Ол нақты мекен жайды, өзіңіз туралы мәліметтерді, туған күніңізді, тіпті балалық шағыңыздың өткен жерлерін атады деп түсіндірді учаскелік полиция қызметкері. Бұл адам өзін сіздің ұлыңыз деп таныстырды, деді. Орынкүлдің тыныс алуы қиындап, жүрегі тез соғып кетті. Құдайым, бұл шындық па? Оның жүрегі беймәлім бір нәрсені сезгендей болған еді. Оның ішкі түйсігі алдамапты. Құдайым-ау, бұл шындық па? Деп дауысын қатты шығарып жіберді. Менің балам қайда? Оған не болды? Неге ол сонша уақыт болмады? Мәриям бұл кезде Орынкүлдің денсаулығын ойлап, оған тыныштандыратын дәрі беріп қойған еді. Оның жүрегінің ауыр соққыларына жол бермей, осы сәтте Мәриям әрқашан жанында болып, қамқоршы танытып отырды.
Сіздің ұлыңыз қылмыскерлердің құлдығында болды. Олар оның паспорты мен ақшасын тартып алып, оны ақысыз жұмысқа салған. Кәсіпорын орман ішінде орналасқан, өте қауіпті әрі жабық жер. Мұндай жағдайлар өкінішке орай кездеседі, бірақ олардан тек бірнеше адам ғана құтыла алады. Бірақ сіздің ұлыңыздың арқасында біз басқа адамдарды да құтқардық. Ол өте күшті әрі батыл болған, оның ісі мақтан тұтарлық, деді полиция қызметкері. Бұл сөздер кемпірдің жүрегін тағы да жібітіп жіберді. Ұлының қиындықтарға қарамастан батыл әрекет еткені, оны құтқарғаны жайлы естіген Орынкүлдің көңілі бір сәтке тынышталды. Бірақ оның көкірегіндегі жаңа сұрақтар қаптап тұрды. Егер бұл адам шынымен де оның ұлы болса, онда үйде кім тұрып жатыр? Полиция дереу тергеуді бастады, қаладан қосымша көмек келді. Бұл істің күрделілігі мен ауырлығын ескерген тәртіп сақшылары бұл жағдайды бірден шешуді жоспарлады. Ермек сияқты адам болып көрінген алаяқ, кемпірдің соқырлығын пайдаланып, оның үйін сатуды жоспарлапты. Жаңалықтар ауылға тез тарады. Ауылдағылар бірден әлеуметтік желілерде бұл оқиғаны жарыса жазып, көпшілік таң қалғанын білдірді. Орынкүл жеңілдеп қалғанын сезді, себебі оның жүрегі бірдеңе дұрыс емес екенін алдын ала сезген еді. Бірақ соңында шындық ашылып, ол өз күдігінен арылды. Ермек анасына қайта оралғанда тізе бүгіп: «Анашым, мен оралдым. Енді өміріміз басқаша болады», деп уәде берді. Орынкүл баласының алдында тұрғанын сезіп, «Сенің үніңді ешқашан естімей кетемін бе деп қорықтым», деп күңіренді. Үйге келген соң: «Сен қатты қиналыпсың, анашым. Қалай шыдадың осы уақытқа дейін?» деп сұрады Ермек. Бұл сұрақ оның ішкі жан дүниесіндегі терең мұңды аңғартқан еді. «Мен жалғыз емеспін. Маған Мәриям көмектесті. Ол өте мейірімді және жақсы қыз. Өз көмегіне ештеңе сұрамады, бірақ әрқашан көмектесуге дайын болды», деп жауап берді Орын. Мәриям өз кезегінде осы отбасына көмектесуді жалғастыра берді. Ермек оның арқасында тезірек оңалып, жүрегінің тереңінен тыныштық тауып, денсаулығы қайта қалпына келді. Мәриям ешқашан оның өткенінен қорықпады, керісінше оның шынайы рухын көріп, оған қолдау көрсетуден ешқашан бас тартпады. Кейін уақыт өте келе, олардың арасында сезім пайда болып, кездесу басталды. Мәриям мен Ермек бір-бірін түсініп, жақын арада үйленуді жоспарлады. Басқалар олардың бақытын қолдап баталарын берді. Көп ұзамай Орынкүл апа өз үйінде тыныш әрі бақытты өмір сүре бастады. Ол әлемдегі ең бақытты адамға айналды. Ұлының аман есен оралуы мен жақсы келіннің пайда болуы оның өміріне жаңа жарық пен қуаныш әкелді. Ермек пен Мәриям үйленген соң үйді жөндеуден өткізіп, шаруашылықпен айналыса бастады. Күзге қарай мол өнім алып, бұл отбасына береке орнады. Отбасының бақыты толыға түсу үшін жақында Орынкүл апа әже атанбақ. Үмітін үзбеген соқыр ананың қарттық өмірі тынышта, бақытты өтіп жатыр. Құрметті тыңдарман, каналға тіркеліп лайк баса отырыңыздар. Бірер күнде жаңа әңгіме шығады.